Саламатсыңдар ма балалар? Бүгінгі сауат ашу сабағының тақырыбы әңгіме оқимын, сөйлем. Бүгінгі сабақтан сендердің меңгеретіндерің сөйлемнің түрлерін білетін боласыңдар және сөйлем түрлерін ажырата аласыңдар. Бағалау критерийлері. Тыңдалған мәтіннің не туралы екенін анықтайды. Берілген сөзден сөйлем құрай алады. Сөйлемдерді айтылу мақсатына қарай ажырата алады. Сызба бойынша сөйлем құрап жаза алады. Балалар, сөйлем дегеніміз не еді? Сөйлем мағына жағынан өзара байланысқан сөздер жиынтығы. Сөйлем аяқталған ойды білдіреді. Сөйлем сөздерден құралады. Сөйлем бас әріптен басталып жазылады. Сөйлемнің соңына тыныс белгі қойылады. Қандай сөйлемнің соңында қандай тыныс белгі қойылатынына назар аударайық. Жауап алу мақсатында айтылған сөйлемді сұраулы сөйлем дейміз. Мысалы, сенің атың кім? Сұраулы сөйлемнен кейін сұрақ белгісі қойылып тұр. Адамның көңіл күйін, сезімін білдіретін сөйлемді лепті сөйлем дейміз. Мысалы, алақай, атам келді. Лепті сөйлемнің соңына леп белгісі қойылады. Бірдеңе жайында хабарлау мақсатымен айтылған сөйлемді хабарлы сөйлем дейміз. Мысалы, біз кеше мұражайға бардық. Хабарлы сөйлемнің соңына нүкте қойылады екен. Олай болса балалар, мына шашылған сөздерден сөйлем құрап көрейікші. Ертегі, қазынасы, халық. Дұрыс айтасыңдар балалар. Ертегі, халық қазынасы деген сөйлем шықты. Сонда балалар, сөйлем нелерден құралады екен? Сөздерден құралады екен. Ал ертегі деген екен бәріміз білеміз, я? Ертегі фольклордың негізгі жанрларының бірі екен. Ертегінің атқаратын қызметі өте кең. Ол тәрбиелік, әрі көркем эстетикалық әдеби қазына екен. Ертегі шындыққа жанаспайды балалар. Ертегінің түрлері көп екен. Олай болса, барлығымыз мына ертегіні тыңдап көрейік. Бауырсақ ертегісі. Ертеде шал мен кемпір болыпты. Бір күні шал кемпіріне былай дейді: Кемпір, әй кемпір, маған бауырсақ пісіріп берші. Кемпір қамбадан ұнды жинап, бауырсақ пісіреді. Бауырсақ ыссы болғандықтан. Жақсы балалар, енді осы ертегіні өзің әрі қарай жалғастырып көрші. Ертегінің соңында не болушы еді? Я, дұрыс айтасыңдар. Бауырсақты қу түлкі алдап жеп қояды екен, я? Балалар, ертегі не туралы екен сонда? Ертегіде қандай кейіпкерлер бар? Я, бауырсақ туралы екен. Ондағы кейіпкерлер атасы, апасы, аю, қоян, түлкі екен, я? Ал бауырсақты сипаттап көрейікші балалар. Бауырсақ қандай? Бауырсақтың сыртқы келбеті дөңгелек, түсі сарғыш қызыл екен. Тағы қандай бауырсақ? Бауырсақ аңқау екен, я? Аңқау болмаса, түлкіге жем болмас еді. Ал балалар, осы бауырсақ деген сөзге сөйлем құрап көрейікші. Я, мысалы, мен бауырсақ жедім. Неше сөзден тұратын сөйлем? 3 сөзден тұратын сөйлем екен. Ал бұл сөйлемнің қай түріне жатады? Дұрыс айтасыңдар. Хабарлы сөйлем екен.
хабарлы сөйлемнен кейін нүкте қойылады. Енді осы бауырсақ деген сөзге лепті сөйлем құрап көрейікші. Бауырсақ, мен сені жеймін. Бұл қандай сөйлем екен? Лепті сөйлем екен. Лепті сөйлемнен кейін леп белгісі қойылады. Енді осы бауырсақ сөзіне сұраулы сөйлем құрап көрейікші. Маған бауырсақ берші. Бұл сұраулы сөйлем екен. Сұраулы сөйлемнен кейін сұрақ белгісі қойылады екен. Жақсы балалар, біз тыңдалған мәтіннің не туралы екенін анықтадық. Және берілген сөзге сөйлем құрадық. Олай болса, 4-ші жаттығуға назар аударайықшы. Сөйлемдерді тиісті дауыс ырғағымен оқы және суретпен сәйкестендір дейді. Бірінші сөйлем. Маған бауырсақ пісіріп берсеңші. Балалар, бұл кімнің сөзі екен? Дұрыс айтасыңдар. Бұл атаның сөзі екен. Және сөйлемнің қай түріне жатады? Лепті. Лепті ма? Хабарлы сөйлемге жатады екен. Неден пісірейін? Бұл кімнің сөзі екен? Апаның сөзі екен. Бұл сөйлемнің қай түріне жатады? Сұраулы сөйлемге жатады екен. Бауырсақ, мен сені жеп қоямын. Бұл кімнің сөзі екен? Бұл қоянның сөзі екен. Бұл қандай сөйлемнің түріне жатады? Лепті сөйлемге жатады екен. Өте жақсы балалар. Біз не істедік? Сөйлемдерді айтылу мақсатына қарай түрлеріне ажырата алдық. Олай болса балалар, мына сызбаға сәйкес сөйлем құрап көрейікші кәне. Бірінші сызба бойынша 3 сөзден тұратын хабарлы сөйлем құрау керек. Мысалы, мен бауырсақ жедім. 3 сөзден тұратын хабарлы сөйлемге келе ма? Келеді. Келесі сызба. 3 сөзден тұратын сұраулы сөйлем құрау керек. Маған бауырсақ берші. Келіп тұр ма сұраулы сөйлемге? Келіп тұр. Келесі сызбаға қарайық. 3 сөзден тұратын лепті сөйлем болу керек. Алақай, атам келді. Көңіл күйді білдіріп тұр ма? Білдіріп тұр, яғни қуанышты білдіріп тұр, Лепті сөйлемнен кейін қандай тыныс белгі қойылады? Леп белгісі қойылады екен. Балалар, біз сызба бойынша сөйлем құрай алдық. Ендеше мына ребусты шешейікші кәні бәріміз. Дұрыс айтасыңдар. Сөйлем деген сөз шықты, Ал осы шешуіндегі сөз туралы білетінімізді айтайықшы. Сөйлем дегеніміз не екен сонымен? Сөйлем аяқталған бір ойды білдіреді екен. Сөйлемнің бірінші сөзі бас әріптен бастап жазылады. Сөйлемнен соң не нүкте, не сұрақ белгісі, не леп белгісі қойылады екен. Жақсы, олай болса бүгінгі сабақты қаншалықты меңгергендеріңді білу үшін мына тест жұмысын орындайық. Бірінші сұрақ. Хабарлы сөйлемнен кейін қандай тыныс белгі қойылады? Дұрыс айтасыңдар. Нүкте қойылады екен. Екінші сұрақ. Сұраулы сөйлемнен кейін қандай тыныс белгі қойылады? Сұраулы сөйлемнен кейін сұрау белгісі қойылады екен. Үшінші сұрақ. Лепті сөйлемнен кейін қандай тыныс белгі қойылады? Дұрыс айтасыңдар. Леп белгісі қойылады екен. Келесі сұрақ. Бауырсақ, домалап қайда барасың? Бұл қандай сөйлем екен?
дұрыс, сұраулы сөйлем екен. Бауырсақ домалап жөнелдеді. Бұл қандай сөйлем екен? Хабарлы сөйлем. Соңғы сұрақ. Бауырсақ, мен сені жеймін. Бұл қандай сөйлемнің түріне жатады? Лепті сөйлемнің түріне жатады. Өте жақсы балалар. Олай болса, сендер сабақты қаншалықты түсінгендеріңді смайлик арқылы маған жіберіңдер. Яғни, сабақты жақсы түсінсеңдер, көңілді смайликтің түрін. Ал түсінбегенсеңдер, ренжіп тұрған смайликтің суретін жіберсеңдер болады. Үйге тапсырма. 3-ші жаттығуды дәптерге әдемі қып көшіріп жазып, сөйлемнің қай түріне жататынын анықтаймыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.